Сәлем баршаңызға. Бүгін өте керемет лаха, яғни кейбір жерде сом деп айтылатын балық пісірдім. Менің балығым өте керемет шықты. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен балығымызды осылай алып, тазалап жуып аламыз. Ішін бәрін, ішек қарындарын тазалап жуып, оны арнайы ыдысқа кесіп аламыз. Майдалап кесіп аламыз. Бұл балықтың бір ерекшелігі, бұның сырты өте жылтыр тәріздес болып келеді, жылтыр болып келеді. Яғни бұның бір жақсы жері балықтың сыртын тазаламаймыз. Себебі бұл өзі таза балық, жылтыр балық болып келеді. Бұның қанаттары да жылтыр болып келеді. Бұны тек қана ішек қарын тазалап аламыз жақсылап. Өзгешелігі және де бұның қылтығы өте аз болады. Үлкен қылтық болады, сондықтан балдарыңызға пісіріп берсеңіздер болады. Өте керемет витаминнің бір түрі десек болады. Балығымызды жақсылап тұзға араластырып аламыз. Іштеріне де, жан-жағына де барлығына тұз жету керек. Себебі тұз болмай қалса дәмсіз болып қалады. Сондықтан барлығын тұздап аламыз. Етті тұздағандай тұздаймыз, бірақ қатты ашығылмаймыз. Балығымызды осылай тұздап жатқанда арнайы ыдысымызға майды құйып ысыта береміз. Балығымыз тұздап болдық. Арнайы бір ыдысқа аз ғана ұнымызды салып, балығымызды аударып аламыз. Асты үстіне ұн тию керек. Іштеріне де, яғни жетпеген іштеріне ұнды қолымызбен сеуіп аламыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Біздің майымыз қызыды, балығымызды біртіндеп салып аламыз. Барлығын салып аламыз. Балықты қатты ұнға салып қоймаймыз, себебі біздің балығымыз езіліп кетеді. Пісер кезде ғана балықты ұнға аударып аламыз. Бетін жауып қоямыз. Үлкенде ыдысқа пісірсеңіздер болады. Мен себебі аз балық пісіріп атқан соң, аз кішкентай ыдысқа пісіріп атырмын. Үлкен ыдысқа пісірсеңіз, балық өте керемет болады. Шашыраңқы келмейді да сонда. Балығымыздың асты үстін пісіріп аламыз, жақсылап осылай. Біздің балығымыз біртіндеп пісіп жатыр. Супер балық болып пісті, өте керемет, дастарханға әдемі кетеді. Қонақтарда күтсеңіздер де болады. Ерекше балық, дәмді балық. Егер де менің балығым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ләззат Сатова.